Келін деген кім? Ол отбасының бір мүшесі, түскен шаңыраққа аманат болып есептеледі. Келіннің міндеті барған үйдің тірлігін істеп, отымен кіріп, күлімен шығып, тамағын жасап, кірін жуып, қонақ күтіп, кеш жатып, ерте тұру шығар кей адамдарға. Әрине, келген келін шаңыраққа барынша көмектесіп, жәрдемдесу қажет. Ата-енеге жолдасының ата-анасы деп, олардың жасын сыйлап, құрметтеуі қажет. Бірақ келінді қазан-ошақтың жанынан шығармай, робот ретінде көруге болмайды. Егерде келін әлдебір істі білмей жатса, оны сынаудың немесе анан үйретпеді ма деп айтудың қажеті жоқ. Ешкім де тұрмысқа шықпай жатып, келіндер мектебін бітірген жоқ. Қыз бала онсыз да қолынан келетін аянбайтыны, білмейтінін үйренуге талпынары анық. Келін онсыз да әке-шешесінің, бауырларын, туыстарын қиып, өмірі көрмеген, білмеген, тек тұрмысқа шығатын жолдасын ғана